Біз Ыбырайды білеміз бе? Осындай атаумен өмірі мен шығармашылығын жан-жақты зерттеу және ағартушының тәрбиелік шығармаларын кеңінен насихаттау мақсатында Қостанай қаласы мен Сатпаев қаласының оқушылары арасында онлайн зияткерлік ойын өткізілді. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Сатпаев қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесі мен номер 19 мектеп лицейі және де Қостанай қаласының Ыбырай Алтынсарин атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы және де номер 18 орта мектебінің бірлескен жұмысы негізінде біз Ыбырайды білеміз бе атты зияткерлік онлайн ойыны 8 сынып оқушыларының арасында ұйымдастырылды. Ыбырай Алтынсариннің атасынан танысы кім? Ол Ыбырайға не көмек көрсетті? Ыбырай Алтынсариннің атасынан жақсы танысы Григорьев болды. Ол кітапханасынан көп кітап алып оқи алды. Жауабыңыз дұрыс. Шараның басты мақсаты ұлы тұлғаның өмірі мен шығармашылығын жан-жақты зерттеу және ағартушының тәрбиелік шығармаларын кеңінен насихаттау. Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша зияткерлік ойын 4 кезең бойынша оқушылардың білім деңгейін бағамдаған. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қостанай қаласының облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы мен Сатпаев қаласының орталық кітапхананың ұйымдастыруымен ұлы тұлғалардың өмірі мен шығармашылығын насихаттауда Ыбырай Алтынсарин жайлы не білеміз онлайн ойыны өткізіліп жатыр. Ойын 4 кезеңнен тұрды. Шежіре, сандар сөйлейді, кел балалар оқылық, ояшар. Әр кезеңде Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығына тоқталып өттік. Ыбырай Алтынсарин алғаш рет қазақ даласына мектептер салған. Осы кісінің ғибратты әңгімелері бізге үлгі өнеге болып табылады. Осы онлайн ойыны әрі қарай жалғасын таба береді. Қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогі, жазушы, этнограф, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы 26 қазанда қазіргі Қостанай облысы Затабол ауданында дүниеге келген. Ыбырай Алтынсарин қазақтың ағартушылық тарихында және де ұлттық мектептің қалыптасуында терең із қалдырған тұлға. Ойын барысында өздерінің зияткерлігін көрсеткен 8 сынып оқушылары ағартушы ұстазға арнап жазған өлеңдерін де оқыды. Шара соңында барлық қатысушы оқушыларға сертификат, ал ұстаздарға алғыс хат берілгендігін атап өтейік. Алтынгүл Төлегенова,